Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте ерекше, жасалу жолы оңай, завтрак не болмаса тіске басар дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көптеген рецептілермен бөлісіп отыратын боламын. Таңғы асты дайындау үшін бізге 2 дана жұмыртқа, кинза, майонез, 1 тісше сарымсақ қажет болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, семьяларыңыздың үлкен кішілігіне қарай жұмыртқаның санын, кинзаның және де чесноктың, майонездің құрамын өзгерте бересіздер. Осылай жұмыртқаны ағынан сарысынан ажыратып аламыз. Осылай майдалап шығып, қалған зелендерімізді, майонезді және де чеснокты салып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Тұз салмаймыз, өйткені майонездің құрамында тұзы бар. Егер тұзы аз болады десеңіздер, кішкене тұз салып жіберсеңіздер болады. Мінекей, біздің өте керемет таңғы асымыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша подача жасайсыздар және де таңғы асты ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.